Кеспе көже күн батқанша, бидай көже ел жатқанша, тары көже таң атқанша деп ата-бабаларымыз бұл дақыл жайында бекер айтпаған. Қызылжар өңірі Қазақ-түрік лицейі ас болсын бағдарламасы. Бүгінгі біздің ұлттық тағамымызды үйрететін Лаура апай. Қош келдіңіз, Лаура апай. Қош болдық, Аяжан. Бүгін біз тарыдан жасалатын таңғы ас тағамын дайындаймыз. Ата-бабаларымыз ерте заманнан таңғы астарына өте көп көңіл бөлген. Және таңғы астарына неше түрлі пайдалы дәнді дақылдарды қолданған. Соның бірі тары. Тары көбінесе Қызылорда өңірінде көп өседі. Тарының біздің ағзамызға пайдасы өте көп. Мысалы, ол бүйрегіміздегі тастарды айдайды және бауырымызды тазалайды. Сонымен қатар, тары біздің қанымыздағы гемоглобин санын көбейтеді. Тары дақылынан жасалатын тағамымызды жасауды бастайық, апай. Бастайық. Тары жасау үшін бізге не қажет? Тары жасау үшін бізге тары, сүт, қант және сары май қажет. Осы тарын дайындау үшін сен маған шұңғылдау бір сүтті қайнату үшін бір ыдыс береді. Енді осыған біз сүтімізді қоямыз. Ал енді осы сүтімізге жуып тазаланған тарымызды саламыз. Енді тарымыз қайнағанша осыны күтеміз. Тарымыз қайнап жатқан кезде шамалы тұзымызды және қантымызды саламыз. Ал мінекей тары көжеміз енді дайын болды. Осыны бір кесеге жақсылап құйып, ал енді қалауларыңыз бойынша шамалы май салып, осылай әсемдеп бере аласыздар. Өте тойымды және құнарлы таңғы ас. Сіздерге ас болсын. Айжан, жаңа біз таңғы асқа арналған тағам дайындадық. Енді біздің келесі дайындайтынымыз іздесе таптырмайтын, қонақтар келген кезде бірден үстел басына қоя салатын, өте құнарлы және қазіргі заманда ұмытылып бара жатқан май сорты пісіреміз. Оған сен өзіңе таныс тарыны қолданамыз, май және қантты қолданамыз. Таңғы асқа арналған тарыны пісіргенде біз майсөпті бірінші сүтке жақсылап пісіріп аламыз. Майсөп жасау үшін біз қайнап тұрған сүтімізге жуып тазаланған тарымыздан саламыз. Тары піскен сүт өте құнарлы және пайдалы. Бұл сүтті емізулі аналарға берсек, сүттері өте көбейеді және сәбилері тоқпақтай әп-әдемі бір бөпе болып шыға келеді. Ал енді міне сүті сүзілген тарымызды бір матаға немесе біздің қазір қолданғанымыз сияқты қалың қағаздың үстіне жайып, сүтін сорғытып алсаңыздар болады.
Енді міне піскен және сүзілген тарымызға шамалы қант саламыз. Және шамалы сары майдан саламыз. Сары май салғаннан кейін жақсылап бұны араластырамыз. Енді мына дайын май сөгімізді мынандай бір кесеге салып бір пішін береміз. Мінекей май сөгімізді салдық, үстен жақсылап бастық. Енді осындай бір үлкендеу ыдысымызды үстіне қойып аударамыз. Дастарханымызға май сөгіміз дайын болды. Бүгін сіздермен бірге болған мен Аяжан, және де біздің бүгінгі қонағымыз Лаура апай. Ас болсын!